Мен өзім алматылықпын. Мына жолдармен күнде жүрем. Бірақ бүгін осы жолдарға басқаша көзқараспен қарап көрсем деймін. Бүгін Алматыны турист сияқты аралап, турист көзімен қарамақпын. Қазір сағат түскі 2, жаз мезгілі болмағандықтан көшеде ұзақ жүре алмайтынымды ескеріп, жарты күнімді ғана Алматыны аралауға арнайын деп шештім. Көрем деген адамға жарты күнде аз емес сияқты. Мен қазір оңтүстік астанамыздың орталығына бара жатырмын. Күн шайдай ашық, жылы, өткендегі Нұр-Сұлтан қаласымен салыстырғанда бүгін қыдырыс жайлы болатын сияқты. Алматының орталығы өте үлкен, оны бір күнде аралап бітпейсіз, сондықтан мен Назарбаев көшесінің бас жағынан бастап төмен қарай жүрсем деп шештім. Сіз қызыққан жерді бүгін көрсете алмасам, айып етпеңіз, келесі жолы міндетті түрде көрсетем. Комментарийға қай жерге барғанымды қалайтыныңызды жаза кетіңіз. Шашатын шартарапқа шапағатын ару қала алмады ең алғашқы махаббатым. Алматыдағы ерекше ғимараттардың бірі Нұрлытау дер едім. Бұл ғимарат алыстан мемұндалап тұрады. Аты айтып тұрғандай тау сияқты. Бұл ғимараттың архитектурасын жасаған сәулетші өзіміздің Алатаудан шабыттанған шамасы. Оның үстіне ғимарат қаланың жоғарғы жағында орналасқан, қазір Нұрлытаудан Алатау алыс емес сияқты. Анадайдан көрініп тұрады. Бірақ жуық арада тау да көрінбей қалатын сыңайлы, себебі тауға қарай құрылыс қызу жүріп жатыр. Әрине қараса көз тоятын әдемі аудан, ауасы төменгі жаққа қарағанда тазарақ. Айтпақшы, ауа демекші, Алматының ауасындағы улы газдардың мөлшері шекті нормадан асып кеткен. Тіпті Алматы әлемдегі ең лас қалалардың қатарында. Жандар келсін, Алматы ең алғашқы махаббатым, шығарған Дінмұхаммед атаматын, шашатын шартарапқа шапағатын ару қала. Нұрлытаудан төмен қарай батыс желтоқсанмен жүрген маған қатты ұнайды. Осы жерлермен серуендесем, көңілімде тыныштық орнап, айналама сүйсініп, эстетикалық ләззат алам десем болады. Бұл жер әр мезгілде әр түрлі сұлу болып тұрады. Күзде жапырақ жауып, қайыңдар мен қарағайлар ерекше алтын әшекейге оранғандай болса, жазда айналаның жап-жасыл кілем сияқты. Ал қызыл-сары гүлдерді көрсең, үстіне аунап, асыр салып ойнап кеткің келеді. Қазір қыс болды, басқа жерлер сұрықсыздау болып тұр десе болады. Бұл жерде өз көркі бар. Балалар ойнаса да, қариялар серуендесе де ыңғайлы. Алматыға келетін қонақтардың байқағаным, көбі қыдырса белгілі бір нысанды көруге барады. Ал мен айтар едім, қай жерге бармасаңыз да сол жерді танудың бірден бір жолы еш мақсатсыз көшені жай ғана қыдырып, қызықтап, серуендеп, аралап жүру. Ең рахаты да сол дер еді. Ең алғашқы махаббатым, шығарған Дінмұхаммед атаматын, шашатын шартарапқа шапағатын ару қала. Алматы ең алғашқы махаббатым. Бұл қыдырып жүрген жерім Алматы әкімдігінің маңайы. Бұл ғимаратта 1997 жылы Астана Ақмолаға ауысқанға дейін үкімет отырды емес пе? Алғаш егемендік алған жылдары маңызды шешімдердің барлығы осы жерде қабылданды. Ендеше бұл ғимараттың тарихтағы орны қазіргі нысандардан да жоғары деуге болады. Әкімдікке қарама-қарсы тәуелсіздік алаңы тұр. Бұл жерді білмейтін қазақ жоқ шығар. Желтоқсан оқиғасы өткен жер. Алда тәуелсіздік мерекесі келе жатыр. Мен осы жерге соңымды жөн саламын. Мен алаңға келдім. Тәуелсіздік күні жақындап қалды. Алматыны таныстырған кезде бұл жерді таныстырмау мүмкін емес. 1986 жылы дәл осы жерде талай қазақ жасының қаны төгілді. Мына жерлер, мына жолдар, мына ғимараттар соған куә. Ал қазір бұл жермен көліктер зуылдап өтіп жатыр. Балалар шаттанып ойнап жүр. Ешкімнің көзінде мұң, қасірет жоқ. Бәрі алаңсыз. Тіпті осы жерге ойын-сауық орталық салынбақ болған. Қазір оның жұмысы тоқтап тұр. Бұл жерде жүріп, бәрі де ұмыт болатынын түсінгендеймін. Ендігі тәуелсіздігіміз де, бейбіт өміріміз де мәңгілік болғай. Ешкім ештеңеден зардап шекпесін. Сол жылы бірақ әдеттен жырақ, көрінді шынық айбарлы.
желі, желтоқсан желі, ызғарлы. Мен әлі келе жатырмын. Мына жерде елімізге белгілі бір қатар басылымдар, телеарналар, газеттердің кеңсесі бар. Осы сөзді сіздер де ашана деп оқисыздар ма? Мына жерді Алматыдағы кіші Франция деп қояды. Эйфель мұнарасының макеті орналасқан сауда үйі. Алматыда бір байқағаным, самокатпен адамдар көп жүретін болыпты. Қай жерге бармасаң да қос дөңгелекті осы бір дүниемен жүйткіп бара жатқан адамдарды көресің. Тіпті самокатты жалға беретін тұрақтарда да бос тұратыны аз. Соған қарағанда Алматының жолдары, ауа райы самокатпен жүруге ыңғайлы болса керек. Мына жерде бір-ақ самокат қапты. Қалғандардың бәрін алып кетіпті. Мен жүріп келем. Жүріп Лермонтов атындағы орыс драма театрына келдім. Күн жылы, тоңған жоқпын, бәрі тамаша. Лермонтов атындағы театрға келдім. Бағаларын сұрап көрейін. Лермонтов атындағы орыс драма театрына келдім. Билеттердің бағасы 1000 теңгеден 7000 теңгеге дейін екен. 1000 теңгеден ең алды. Тақия сияқты екен деп ойлап келе жатсам, тюбетейка деп аталады екен өзде. Жаңа жылдың иісі шығатын сияқты. Шомылып аққарға мақтадай жатқанда асырса ойнап жүргенбіз бір бақытты. Мына үй терезесін әлден сәндеп қойыпты. Қандай әдемі. Арманың барда, бақытың алда, шаттықпен өткіші өмірді. Айтарым енді, жаңа жыл келді, көтеріп жүрейік көңілді. Жаңа жыл келді қайда, жаңа жылдардың қайда. Мұңайып қалма байқа, өткінші бәрі. Жаңа жыл айны күнде, жаңа жыл күнмен түнде. Шырқалсын енді бірге, жаңа жыл әні. Мен қай жерге келгенімді өздеріңіз де біліп тұрған шығарсыздар. Әйгілі Алматы қонақ үйі. Телеарналардан, архивтерден талай көрсеткен ғимарат кезінде атақты қонақ үй болған ғой. Атақты болмақ айтсын, Совет үкіметі кезінде санаулы ғана қонақ үйдің бірі болған. Айтпақшы, 25 қабатты Қазақстан қонақ үйі бар емес пе? Ол жердегі бөлмелердің бағасы қанша екенін білгілеріңіз келе ме? Ендеше ары қарай көре беріңіз. Ал мынау Абай атындағы опера және балет театры. 1934 жылы іргесі қаланған бұл ғимарат қазір республикалық маңызы бар сәулет ескерткіші. Ең алғаш мұнда Мұхтар Әуезовтің либреттосы Айман Шолпан музыкалық комедиясы қойылды. Қазір неше түрлі қойылымдар өтіп жататын мәдени ошақ.
опера балет театрына келдім, бағасын білейін ба, кассаға барып. Есігі күшті екен. Қазір қарашаның соңы, мұнда жақын күндерде Италияның музыкалық кеш өтеді екен. Сосын Адольф Аденнің Корсар қойылымы болады екен. Бағасы қолжетімді көрінеді, 2200 теңгеден 5000 теңгеге дейін. Қазір Алматыдағы опера және балет театрының алдынан бастап ескі Арбатқа дейінгі жолды серуендейтін әдемі жер етіп созып тастаған. Бұл бір тамаша жерге айналған десем болады. Басқа жерге бармасаңыз да осы Арбатқа келіп серуендеп жүруге кеңес берем. Жанға жайлылық, көңілге тыныштық сыйлайтын жер. Кеш батты, сағат кешкі 6. Ешкім ешқайда асығып бара жатқан жоқ. Адамдар серуендеп жүр. Біреулер жұмыстарынан қайтып бара жатыр. Мен Арбатты қараңғыда аралап жүрмін. Күндіз